Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін өте жұмсақ, ауызда еритін тәп-тәтті сметаник пирогын пісіретін боламын. Менімен бірге болыңыздар. Ең алдымен мен видеода барлық ингредиенттарын, яғни құрамын өлшеп дайындап алдым. Ол үшін бізге қант, ұн, разрыхлитель, май керек. Барлығын весімен өлшеп, алдын ала дайындап қойдым осылай. Достар, сметаник пирогы өте тез дайындалады, және де құрамы өте қарапайым, пісіруі де және тез. Бұны даже кішкентай балаға дейін пісіре алады. Міне мен құрғақ ингредиенттарын барлығын өлшеп алдым. Енді жасалу жолын бастаймыз. Ең бірінші майымды кішкене пышақпен ұсақтап алдым, өйткені менің майым қатты болды. Ал сіздікі егер жұмсақ болса, бөлме температурасында, онда сразу ұнын сала беріңіз. Мына жерде мен майдың үстіне ұн мен разрыхлитель араласқан қоспаны салдым. Жақсылап, сосын крошка жасаймын осылай. Қарап алыңыздар. Және де осы массамыздың үстіне қантымызды қосып, тағы да жақсылап араластырып аламыз. Крошка жасап. Міне менде дайын болып қалды тестім. Енді үстіне бір жұмыртқаны салып, жақсылап араластырып, тығыз қамыр жасаймыз. Достар, біздерде осындай песочный тесто пайда болды. Оны 5-10 минутқа отлёшкаға қоямыз. Ал ендігі кезекте біз ортасындағы начинкасын, яғни сметанигін дайындаймыз. Ол үшін 100 грамм қантқа 2 жұмыртқаны салып, жақсылап тұрып араластырып аламыз. Қанты ерігенше, біркелкі масса пайда болғанша. Және де енді осы массамыздың үстіне 2 ас қасық ұн саламыз да, тағы да біркелкі болғанша жақсылап тұрып араластырамыз. Енді достар, мен мына жерде весімді алып, массасын тарыға қойып, қаймақ салам. Қаймақ бізге 200 грамм керек. Жақсылап араластырып алып, осылай саламыз. Және де тағы да осы массамызды жақсылап тұрып араластырып қоямыз. Біздің начинкамыз дайын. Ал енді қамырымызды формалаймыз. Ол үшін оқтаудың көмегімен кішкене қамырымызды илеп, формамызға салып, жан-жағына бортики жасаймыз.
ортасындағы салмасы, яғни сметанаға жайылып кетпес үшін. Жақсылап тұрып елеп алдық. Енді ыдысымызға салып, жан-жағын тегістейміз бортики жасап. Міне достар, менің тестім айтып кеткендей песочный болды, және де үгілгіш, ол сынып қала береді. Сондықтан да мен мына осылай жартысını кішкене бөліп алып, жан-жағына жабыстырдым, осылай бортикеді бөлік жабыстырдым. Яғни егер де сіздің тестіңіз осылай сынғыш болса, ол өте дұрыс, песочный тесто, яғни солай болады. Сондықтан да менікі шықпай қалды деп ойлап қалмаңыздар еш. Піскен кезде барлығы жақсы қатты болып тұрады. Өте тәтті, өте сондай нежный пирог жасап көріңіздер. Кеңес беремін. Сүйікті пирогтарыңызға айналатыны сенімдімін. Достар, 180 градуста 20-25 минут қызарғанша пісіресіз. Әр адамның пеші әр түрлі, сондықтан да өзіңіздің пешіңізге ориентировка жасап пісіріп аласыз. Міне менің сметаннигім дайын. Ас болсын. Менімен болғандарыңызға көп рахмет. Ұнаса, егер рецептін лайк, комментарий күтемін. Сау болыңыздар.